Достар, баршаңызға сәлем. Менің парақшама қош келдіңіздер. Бүгінгі влогты мен қазақша жүргіземін. Осы видео сіздерге ұнайды деген ойдамын. Маған көптен күткен посылкам келді. 2 зат күткен едім. Солар наконец-то жетті маған. Қазір бірге ашатын боламыз. Міне осындай оралған заттар. Біреуі ақ, біреуі қара. Білмеймін неге ондай екенін. Қазір бірге ашамыз, сосын орнына жайғастырамыз, сосын сіздер өздеріңіздің бағаларыңызды беретін боласыздар. Иә, достар, бұл Икеяның төсекке жапқышы покрывалы. Таланды деп аталады. Өлшемі 120 да 220. Бұны мен қызымның бөлмесіне тапсырыс берген болатынмын. Осындай розовый ашық түсте. Қазір бірге үстіне жауып төсегінің көреміз. Я, достар, бұл да жапқыш. Бұның аты да таланды. Бұның өлшемі де дәл солай 120 да 220. Бірақ түсі де басқа, мынау суреттер де басқа. Бұл жерде бұлттар, осындай жаңбыр жауып жатқан сияқты. Бұл ұлдың бөлмесіне көк түсті осындай. Кеттік бірге жапайық енді. Қазіргі уақытта осындай болып тұр. Жапқыш жоқ. Бірақ мына 2 жастық заказ берген болатынмын. Өзінің бөлмесіне түстес қылып, мына фотообойға жататын орнына. Қазір осы алған жапқыштар мына жерге күшті болады деген ойдамын. Міне осындай қылып жауып қойдым. Осылай бөлмесінің түсіне, мына обойларға, жастықтарына әдемі болды деген ойдамын. Өлшемі де тура келді. Менің өзіме ұнап тұр. Ал сіздерге қалай? Ал мынау қызымның төсек орны. Әзірше осындай болып тұр. Жапқышсыз. Оған да осындай әдемі 2 жастық алған болатынмын. Ал нәтижесі осылай шықты. Қалай сіздерге? Меніңше төсек орнының бөлмесінің сәні кіріп қалған сияқты. Достар, тамашалағандарыңызға үлкен рахмет. Міндетті түрде лайктарыңыз бен комментарияларыңызды аямаңыздар. Менің каналыма жазуға ұмытып кетпеңіздер. Алда сіздерді әлі талай қызықты видеолар күтуде. Көргендеріңізге рахмет.